Ал енді қазір сіздермен мынадай бір теңсіздікті шығарып көрейік. 6 еселенген синус квадрат х азайтылған 7 еселенген синус х келесі қосу 2 үлкеніне тең 0 деген мынадай бір теңсіздікті шығарайық. Ал енді бұны шығару үшін біз қазір не істейміз? Бірінші бұның түбірлерін тауып алайық. Синус х-ті табатын болсақ, онда бұл қалай болатын еді? 7 плюс-минус түбір асты 49, одан азайтамыз нешені? 48 азайтатын болса, онда дискриминанттан 1 шығады екен, бөлінген 12. Сонда бұның жауабы бізде 2-ден 1, ал егер плюспен алатын болсақ, плюспен алған кезде бізде алымында 8, 4-ге қысқартатын болсақ, 3-тен 2 деген шықты. Сонымен біз бұны көбейткішке жіктеп алдық, ол былай жіктеледі екен. Сонымен синус х азайтылған 2-ден 1, келесі синус х азайтылған 3-тен 2 үлкен немесе тең 0 деген шықты. Ал енді осыдан қараңыздар, синус х тең 2-ден 1 деген теңдеуді шығаратын болсақ, бұдан бізде x1 дегеніміз бұл пи бөлінген 6 қосылған 2 пи-ка. Ал келесі екінші түбірін табатын болсақ, пи-дан азайтамыз, сонда 5 пи бөлінген 6 қосылған 2 пи-ка. Ал енді тура осылай біз синус х тең 3-тен 2-ні шығаратын болсақ, сонда x1 деп отырғанымыз бұл неге тең екен? Арксинус 3-тен 2 қосылған 2 пи-ка. Ал келесі екінші түбірі пи азайтылған арксинус 3-тен 2 қосылған 2 пи-ка деген болады екен. Ал енді қазір бұны біз интервалдар әдісімен шығарады екенбіз. Қазір бұлай салайық. Қазір мына жерден бірлік шеңбер салып алайық. Y, x десек, ал енді біз қазір 2-ден 1-ді салуымыз керек қой. Міне бұл 2-ден 1. Яғни міне мына нүктеміз пи бөлінген 6-ға сәйкес, ал бұл 5 пи бөлінген 6-ға сәйкес екен. Ал келесі нүктеміз қарасаңыздар арксинус 3-тен 2 дейді. Яғни ол бізде міне мына тұсымыз бұл арксинус 3-тен 2, ал бұның мәні пи азайтылған арксинус 3-тен 2. Енді біз қазір бұның таңбасын анықтауымыз керек. Енді бұның таңбасын анықтау үшін қалай анықтаймыз, соған тоқталайық. Міне бұл бізде пи бөлі 6, бұл арксинус 3-тен 2, бұл пи минус арксинус 3-тен 2, ал бұл 5 пи бөлі 6. Біз қазір пи бөлінген 2-ні апарып қойық. Мына жерде міне пи бөлі 2-ні кәдімгі интервалдар әдісін шығаратын еді ғой, сол сияқты пи бөлі 2-ні апарып мында қойсақ, 1-ден азайтамыз 2-ден 1-ді оң сан, 1-ден 3-ден 2-ні азайтамыз оң сан. Бұл кездегі таңбамыз плюс екен. Ал енді келесі 0-ді қойайық, мысалы мына жерден. Көріп отырғандарыңыздай 0-ді қойсақ, сонда синус 0 бәрібір 0, бұдан да 0 шығады, сонда минус 2-ден 1-ді минус 3-ден 2-ге өтеміз, таңбамыз плюс екен. Сонда міне бірлік шеңбердің мына бөлігіне сәйкес таңбамыз плюс екен, мына кезде де таңбамыз плюс деген шықты. Ал енді осы екі аралықтан бір кезге, мысалы еселі түбір жоқ, көріп отырғандарыңыздай. Сонда бұл кездегі аралықтағы таңбамыз минус болады екен, ол міне бұл минус таңбасын қойып қояйық міне. Бізге керегі енді қандай аралық? 0-ден үлкен немесе тең деп тұр ғой. Яғни бізге міне мына аралық жауап болады екен. Ал келесі мына аралығымыз жауап болады екен. Сонда жауабын жазатын болсақ, міне кішісінен үлкенге қарай жазамыз ғой. Сонда көріп отырғандарыңыздай сіздерде не шығады екен? Жауабын жазайық. X тиісті арк синус 3-тен 2 қосылған 2 пи-ка, келесі пи азайтылған арк синус 3-тен 2 қосылған 2 пи-ка, келесі бірігу. Қарасаңыздар, енді мына 5 пи бөлінген 6-дан. Бірақ біз бір нәрсені ескеруіміз керек. Қазір 5 пи бөлінген 6 қосылған 2 пи-ка, 5 пи бөлі 6 деген пи бөлі 6-дан үлкен. Сондықтан біз үлкеннен кішіге емес, кішіден үлкенге қарай жазамыз ғой. Демек, мына пи бөлінген 6-ны қалай табамыз енді? Толық бір айналым жасап, оған тағы да пи бөлі 6-ны қосатын болса, онда бұл 13 пи бөлі 6-мен сәйкес келеді екен. Сонда бұл жердегі жауабымыз 13 пи бөлінген 6 қосылған 2 пи-ка деген болады екен. К тиісті бүтін санға. Сонымен міне көріп отырғандарыңыздай, тригонометриялық теңсіздіктерді егер квадраттық теңсіздікке келетін болатын болса, онда оны біз осылай интервалдар әдісімен шығара салғанымыз тиімді болады екен. Бұл жерде формула жаттап, олай есептейтін болсаңыздар, ол жерден шатасуларыңыз мүмкін. Сондықтан осылай бастапқыда сіздерге осылай бірлік шеңбер сызып, сонымен
есеп шығаруды үйренуге кеңес беремін. Сол кезде сіздер формуланы өздеріңіз-ақ қорытып шығара алатын боласыздар.